Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен онлайн кездесіп отырғаныма тағы да қуаныштымын. 3 бала шағаларыңыз аман ба? Бүгінгі тақырып жалпы бір нәрсені, бір мақсатты, бір үлкен бір істі істеп жатқан кезде оны ешкімге айтпау туралы. Ұялайын деп жатырсыз ба? Оны алып болғанша ешкімге айтпаңыз. Көлік алайын деп жатсыз ба? Айтпаңыз. Қажылыққа барайын деп жатсыз ба? Айтпаңыз. Үлкен бір ғылыми жоба қорғайын деп жатырсыз ба? Айтпаңыз. Себебі оның барлығы энергия жалпы біздің көзімізге көрінбегенімен жан-жағымыздың барлығы энергия. Жақсы да жаман да энергия бар жан-жағымызда. Сондықтан ол енді ғана ойыңызға келген ұлы мақсаттар орындалмай тұрған кезде оны былай түсіндірейінші, кәдімгі балапан жарайын деп тұрған жұмыртқаға ұқсайды. Сіз оны апарып ана жаққа, мына жаққа шайқақтатқан кезде ол жұмыртқа жарылса, ары қарай балапан болмай қалады. Тура сол сияқты сіздің үлкен мақсаттарыңыздағы тұрған энергия, назарыңыз жан-жаққа шашырайды. Жалпы жақсы адамдар бар, пейілі дұрыс адам бар, пейілі не адамдар бар. Сол арқылы ол жаңағы жаман энергия болса, біреу пікір айтады, анау-мынау, солар арқылы сіздің мақсатыңыз орындалмай қалуы мүмкін. Ол қалай деген кезде екінші жағынан ғылыми тұрғыда материализацияға айланбай қалады. Энергия кез келген дүние басында энергия болады, одан кейін барып материализацияға айланады деп жатады, материяға айналады. Сондықтан болайын деп жатқан дүниеңіздің болмай қалуы жаман энергия қосылып кетеді. Ол басында өте өзінің энергиясымен тұрған кезде ол ұлы іс болып тұрса, ұлы нәрсе болып тұрса, ол жақсы дүние болайын деп тұрған нәрсе болатын болса, жан-жаққа шашырау арқылы ол бөлшектеніп кеткеннен кейін кішкентай дүние болып қалуы мүмкін. Сондықтан сізде ол нәрсе орындалмай қалады. Жалпы адамның кез келген мақсатын, ұлы істерін, кез келген дүниені, сіз ойыңызға келген дүниені орындауға бүкіл әлем күш салады деп айтады екен. Ал сіз оны жан-жаққа таратқан кезде ол сіздің миыңыз ба, өзгенің миы ма, ол бір қоғам ғой, бір нәрсе қоршап тұр, үлкен шар деп елестетсеңіз, сол шардың ішінде ол орындалу керек. Сондықтан ол кімге барып орындалып кетуі, басқа адамдардан көрініс тауып кетуі мүмкін. Өйткені басқа адамдар сіздің идеяңызды былайша айтқанда ұрлап алады деп айтайын ба, жоқ, ұрлап алу деп жатпайды, но қалай болмасын ол орындалды деген галочка болу керек та, мына қоғамда, мына әлемде, мына осы әлемде ол ой жүзеге асыру керек екен. Сол үшін ол басқалардан көрініс тауып кетуі мүмкін. Осындай жағдайлар көп болатын шығар. Сіз бір көлік алайын деп жүресіз, сіздің көршіңіз алып алады сол көлікті. Сіз бір үй алайын деп жүресіз, айтып жүресіз, басқалар тура сондай нәрсе істеп алады. Сіз бір жақсы бір кітап жазайын, жақсы бір нәрсе істейін десеңіз, өзгелер де сіз істейін деп жатқан нәрсені өзгеге айтып қойған кезде, өзгелерде, басқаларда сол нәрсе көбірек орындалып кетеді. Осы міне үлкен ұлы істерге тосқауыл болатын нәрсе. Сондықтан істейін деп жатқан ұлы мақсаттарды, ұлы дүниелерді өзіңіз пайдасын көрмей, өзіңіздің өміріңізде орын алмай тұрып, өзіңізде жүзеге аспай тұрып, аузыңызға ие болыңыз. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. Ал сізден шыққан дүние, сізден шыққан энергия, ұлы ісіңіз сақталып, майдаланып, сізде болмай қалуы мүмкін. Сондықтан өзіңізде болсын дейтін болсаңыз, ұлы мақсатыма тезірек жетейін дейтін болсаңыз, мақсаттарым көрініс тапсын дейтін болсаңыз, аузыңызға скотч қойыңыз, ие болыңыз. Орындалып, барлығы пісіп, жетіліп болған кезде сіз айтпай-ақ өзгелер көретін болады. Сондықтан ұлы істеріңізге абай болыңыздар. Барлық арман мақсаттарыңызға жете беріңіз.